машинамен келе жатқанда немесе пойыздар түнгі немен келеді. Сен басқа уақытта келе алмайсың. Бұрынғыдай жаңағыдай керуенмен келіп қаланың сыртында жаңағыдай не құрып, палата құрып, сен жата алмайсың. Сондықтан келесіде дереу такси жалдап үйіңе барасың. Бірақ сонда да алдын ала ескертіп қойған жақсы. Үйге кіріп келгенде үйде не болып жатыр? Үйің дайын отырсын. Үйге ыңғайсыздық таныту ол макрух болып саналады. Пайғамбар сондықтан да үйіне барғанда міндетті түрде не күндіз баратын, барғанда да сәлем беріп кіріп, немесе дауысын шығарып сөйтіп кіретін еді. Сондықтан мына үшінші әдебіміз осы. Үйге кірген кезде дауысымызды шығарайық, білдірейік. Әсіресе сапардан келгенде алдын ала ескертіп. Қазір нелер көп қой енді. Алыстан барсақ жаңағыдай пранк деп не қылып, үй іші білмей қалып аяқ асты кіріп келетін. Олай да бар ғой. Бірақ негізі жақсы мұстахаб болып табылады. Ол не? Алдын ала ескертіп қой. Алдын ала білдіріп қой. Мен келе жатырмын. Пәленше уақытта боламын үйде. Оларды қуанышын жаңағыдай жасырмай үйіне ет асып қояды, не қылып қояды, дайындалып отырады. Сол үшінші әдебіміз осы екен. Сондықтан жаңағыдай біз үйге кіргенде сәлем беріп беретін болсақ, өзімізді білдіретін болсақ, Пайғамбар айтқандай, Алла Тағаланың қорғанында болады дейді. Сұрақтар бар ма? Жалпы солай, енді негізі алдын ала ескертесің, бірақ соған қарамастан ұйықтап жатса да енді адам негізі кіргенде. Негізі мындай уақыттар бар. Қазіргі уақытта енді әр адамның енді барлығының үйінде емес, енді көп адамның үйінде адамның өзінің жеке бөлмесі бар. Енді бір үйлер болады, олар екі бөлмелі үйде тұрады, барлығы бірге тұратын жерлер болады. Енді жағдайына байланысты. Жағдайы барлардың әрқайсының өзінің жеке бөлмесі бар. Сен енді үйің кең болса, бардың жеке бөлмеге кірдің, жаттың. Бірақ енді бірге жататын болсақ, не болатын болсақ, Пайғамбарымыз Құранда Аллах Тағала әдеп үйретеді. Балалардың әке-шешесінің бөлмесіне кіру жайында. Үш уақытта кіруге болмайды дейді. Түскі уақыт, кешкі уақыттардың уақыты. Неге? Өйткені бұл уақыттарда адам бөлмесінде ол басқалар көрмейтін амалдарды істеу мүмкін. Таңғы уақытта адамдар енді ұйқысынан тұрып жатады, кешкі уақытта енді жатып жатады, түскі уақытта адам демалып бөлмесінде жатады. Бұл уақытта адамға ыңғайсыздық танытпау керек. Есікті ашып қалып, үйдегі сен көруге болмайтын нәрсені көріп қалу мүмкін. Ұятты жерлерін көріп қалу мүмкінсің. Ол сенің туысың, ол сенің әкең, ол сенің анаң, ол сенің қарындасың, ол сенің апаң. Сондай болып қалмасын деп Алла Тағала Құранда сол нәрсені айтты. Бала әке-шешесінің бөлмесіне кірместен бұрын рұқсат сұрау керек. Осы үш уақыттарда дейді. Таңғы, кешкі және түскі уақыттарда. Сол секілді жаңағыдай бөлмелер болса, оның жеке бөлмесіне кіру үшін сен алдын ала негізі тоқылдатып көру керек. Енді ол әдептерді Алла қаласа оқимыз, бірақ тоқылдатқанда да қалай болсын солай тоқылдатпай, әдеппен. Адамға естілетіндей, өзіңе де естілді, оған да естілді. Кіріп жатқаныңды ескерту керек. Туған бауырың болса да, енді онымен қатты тіпті араласып, қалжыңдасып ойнайтын болсаң да, алдын ала бір тоқылдатып қой. Мүмкін ол киімін ауыстырып жатқан шығар. Саған көру тиіс емес затты көріп қаларсың. Болмайды ол нәрсе. Керісінше ол алдын ала ескертіп, мені кіріп жатырмын деп білдіруің керек. Сазанан екен кейбір бауырлар бар. Ташағат қосқанда аяғын икасын салып жатамыз. Соны қандай хадиске алмайды. Жалпы Ханафи мазхабы, Шафи мазхабында намазда ташағут деп отырыста не бар да? Пікірлер бар. Сол Шафи мазхабында енді 4 ракаттық намаз болса, екінші ракатында біз Ханафилер секілді отырса, соңғы отырысында қалай отырады, былай отырады. Бұл отырыс бізде тек әйелдерге қатысты. Ханафи мазхабында әйел кісілер осылай отырады. Ер кісілер бірінші отырыс болсын, екінші отырыс болсын, сол аяғын астына төсеп, соған отырады да, оң аяғын түзеп тұрғызып қояды. Енді Шафилер оны неге сүйеніп алады? Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде келтіреді. Ол Пайғамбар саллаллаху алейхи өмірінің соңында ат-тахиятта отырғанда осылай отыратын еді дейді. Осы хадиске байланысты тағы да бір не бар, үкім бар, ол мынау сәждеден кейін, яғни бірінші ракат пен екінші ракаттың ортасында екі сәжде жасап болғаннан кейін
Jalsatул istiraha дейді. Демалыс отырысы дейді. Енді сен қиямға тұрып бара жатсың, бір отырады да, кейін барып не қылады, тұрады. Екінші рекатқа тұрады. Осы екі негізі мәселе бір хадистің төңірегінде деді. Шафилер осы екеуін істесе, бізде ханафилер не қылады? Бірінші рекат пен екінші рекаттың арасында отырмайды. Және де отырыста не қыламыз? Біз оң аяғымызды көтеріп, сол аяғымызды төсеп отырамыз. Олардың алатын хадисі Пайғамбар саллаллаху соңғы ісі солай болды дейді. Пайғамбар саллаллаху өмірінің соңында солай істеді. Біз айтамыз, ол Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам өмірінің соңында қатты ауырды. Қатты ауырған себептен оған қиын болды намаз. Сондықтан да ол не қылды? Екі рекаттың арасында отырыс жасады. Себебі ең соңғы күндері Пайғамбар саллаллаху дүниеге өтер күндері Пайғамбар саллаллаху тіпті тұрмай отырып оқыды намазды. Ал оған дейін не қылды? Шаршап, қатты ауырып жүрген кезде сонда екі рекаттың арасында да оны Jalsatul istiraha деп атауының себебі сол демалыс отыру дейді. Демалыс отыру. Екі рекаттың арасында бірінші отыратынды, кейін барып екінші рекатқа тұрады. Бұны демалыс отырысы дейді. Сондықтан ханафилер бұны алмайды. Неге бұны? Тек үзір үшін солай істеді дейді. Былай отырыс. Мысалы, мына отырыс ол сау адамға ыңғайлы. Яғни ыңғайлы болғанда, яғни сау адам отыра алады. Ауырған кісі не қылады? Отыра алмайды былай. Пайғамбар саллаллаху не қылды? Соңғы сәтінде қатты ауырған кезде толығымен аяғын жайып қойып сөйтіп отырады дейді. Бұл хадиске біз амал жасамаймыз, себебі бұл үзірге байланысты хадис дейді. Соны мәселе сіз намазда сол жағынан түкіреді. Енді шайтан қатты азған кезде, намазда адамның ойы бұзылған кезде, негізі намазда маңызды нәрсе не? Ойды толығымен жинақтау. Хушук. Намазды хушукпен отыру. Хушукпен дегеніміз не? Хушук деген Алланың алдында толығымен қорқынышпен ойды жинақтап оқу. Сондықтан да иннамас-сала тамаскунун дейді. Расында намаз ол тыныштықпен дейді. Ханафи мазхабын қарайтын болсаңдар, көп қимыл жоқ. Мысалы, ол Шафиғида, ол кәдімгі үлкен мазхаб ол. Оларда мысалы рукуққа баратқанда қол көтеру бар. Жаңағыдай рукуқтан көтерілген, рукуққа баратқан және рукуқтан көтерілгенде екі не бар? Тәкбір бар. Ал ханафи мазхабының арасында көп қимыл жоқ. Басында бір рет тәкбір тақты, одан кейін қолын байлайды, болды. Көп қимыл жасамайды. Ол тіпті Абу Ханифа рахматуллахи алейхидің несінде мазхабында адам намазда бір рукунда 3 әрекет жасап қойса намаз бұзылады дейді. Неге? Өйткені не дейді? Намаз ол тыныштық дейді. Сондықтан біз барынша тыныш тұруға тырысамыз. Шайтан қатты азып жатыр ма, сен ойыңды жинақта, ойыңмен күресіне. Тіпті одан асып бара жатса, сен өз-өзіңді контроль жасай алмайсың, жасауға болады. Өз-өзіңді ұстай алмай жатсың, ойың бәрі бұзылып жатыр, қанша ракат оқығанды білмей жатсың, жасауға болады. Бірақ оған дейін сен өз-өзіңді тоқтатасың, өзіңді ойыңды тоқтату. Басқа мазхабтарда 3 әрекет намаз бұзылмайды ма? Әрқалай. Мазхабтардың несін қарау керек. Ол бізде ханафида солай. 3 әрекет жасады. Мысалы, алдыңда саптан бір адам кетіп қалды, намаз оқып тұрсың. Алдың қатардан бір саптан бір адам кетіп қалды. Бізде ханафида не қылады? Оның орнын толып тұру мұстахаб негізі. Екі адам бірақ бір қадам немесе екі қадаммен сен баруың керек. Оған жете алмадың ба, сәл кідір, кішкене тұр. Бір рукун өтсін, бір рукуннан кейін барып екінші қадамға жет. Неге? Өйткені сен намазда тұрғаныңның белгісі болу керек те. Сен намаз бен намаздан тыс әрекеттерің екі түрлі болу керек. Мысалы, Абу Ханифа негізі не еді? Не 3 әрекет дейді, немесе сырттан қараған адам, мынау намазда ма, намазда жоқ па деп сонда ойлайтын болса, намаз бұзылды дейді. Сыртқы адамның ойы да маңызды. Мынау намазда тұр ма, намазда тұрған жоқ па дейді. Біз кейде көреміз, намазда тұрғанда адам қасына не қылады, сақалын түзейтін, біреу курткасын шешіп жатады да. Сен намазда тұрсың ба, намазда тұрған жоқсың. Біреу көрген жаңа телефон, жаңа звуковой жүріп дейді. Енді понятно, біреу звондап не қылып жатыр. Түсінікті да, біреу звондап қоймай жатыр. Басқаларға не қылып? Қазір енді бір кнопканы бассаң болды. Оны алып қараудың қажеті жоқ қой, бір кнопканы бассаң болды. Біреулерін көрген бүйтіп алып, бүйтіп қарап, қойып жатқанда кім екен деп намаз ойы ойланып
мынаған звондайын ба звондамайын ба керек емес пе деп дұрыс емес та. Намазыңмен сен намазда нең бөлек болу керек. Сен ғибадатта бұл алламен мінәжат. Намаз алламен мінәжат. Алламен мінәжат болғаннан кейін толық сен алламен бер. Мен қазір мысалы бауырыммен сөйлесіп отырмын. Ол менен келіп мәселе сұрады, мен оған жауап беріп жатырмын. Ол менен келеді де мәселе сұрайды да, өзі телефон шұқылап отыр. Мен оған түсіндіріп жатырмын, ол телефон шұқылап жатыр. Ол қандай мінәжат? Ол мінәжат емес қой. Ол не болады? Күлкі болады. Біреудің үстіне күлу болады. Сен сөйлетіп қойдың да өзің ісіңмен айналысып жатсың. Сен намаз деген Алламен сөйлесу. Сен Алламен сөйлесуді бастадың да өзің басқа нәрсемен айналысып жатсың. Дұрыс емес та.